Құрметті достар, 1997 жылдың 31 мамырдан бастап 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп аталып келеді. Бүгін әлем халқы үшін жазықсыз саяси қуғын-сүргінге ұшыраған ел азаматтары еске алу күні болып есептеледі. Бұл күн тарих беттерінен ешқашан өшірілмейтіні, ұмытылмайтыны сөзсіз. Ашаршылық жылдары 1931-33 жылдары белгілі қазақ демографы Мақаш Тәттімбетовтың есептеуі бойынша 2 миллионнан астам адам көз жұмған. Қазақ халқы бұл дүниеде не көрмеді? Сонау Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама заманынан бастап қой шақырылған репрессия жылдарына дейінгі аралықта халқымыздың ұсынау кең жаһан далада өмір сүруі, не жойылып кетуі туып тұрған еді. Кеңес заманында Қазақстанда 2 рет аштық қырғыны болған айтуға тиіспіз. Әрине, ең үлкен аштық қырғыны өткен ғасырдың 30-шы жылдары орын алды. Осы кезеңде Қазақстанда миллионнан астам адам аштан өлген деген деректер бар. Жұрт жет ағайынды демекші, жығылғанға жұдырық болып ашаршылыққа 37 жылғы сталиндік қуғын-сүргін қосылды. Азаматтар жазықсыз ату жазасына кесіліп, әйелдер мен балалар ауыр еңбекке тентіреп кетті. Тек қана 37-38 жылдары республикада 100 мыңнан астам адам заңсыз сотталып, олардың 25 мыңға жуығы жазықсыз атылған. 1937 мен 38 жылдардағы сталинизм репрессиясын ойласаң жаман түршігеді. Нәтижесінде республикада репрессиялық шаралар жүргізіліп, алаш зиялылары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев қуғын-сүргінге ұшырады. Қуғын-сүргіннің екінші толқыны 37-38 жылдары жүргізілді. Бұл жылдары КСРО, әсіресе Мәскеу мен Ленинградта жаппай репрессияға басталған еді. Нұрмақов, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов ату жазасына кесілді. Сол бір заман күндері ойша орала берудің өзі жүрекке жүк санаға салмақ түсіреді. Ондай азапты да ауыр шақ енді қайталанбасын. Келер ұрпақ кемелді кезеңнің қызығына өз еңбектерімен, білім ғылымымен, күш жігерімен жетсін. Отанымыз Қазақстан болашағы барыс бейнелі баянды тірлігімен талайда тамсандырса, біз үшін басты қуанышта сол болмақ. Бүгін ұрпақ нәубет жылдары отанына деген кіршіксіз адалдығын сақтап, қандай қиыншылықты да қайыспай көтере білген қаранар тұлғалардың, есіл ерлердің жарқын бейнесін мәңгі ұмытпайды.